Арал индустриалды техникалық колледжінің саналы ұрпақ клубының жетекшісі Хангереева Гүлнара Бауыржанова. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай адалдықты мұра еткен Ұлы Абай тақырыбындағы адалдық сағаты. Тіл тағдыры барша қазақ халқының тағдыры. Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім, Абай Мұхтар сөйлеген дана тілім. Қастерлейді ұл-қызың мәңгі сені, болашағым, бақытым, дара тілім. Ұрпақ тәрбиесі, ұлт болашағы, адамның адамшылдығы, ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады дейді Абай атамыз. Абай Құнанбаевтың ұлағатты сөздеріне келетін болсақ, талап еңбек, терең ой, қанағат, рахым сынды жеке тұлғалық сапаларды қалыптастыру мақсатын қойып, өсек, өтірік, мақтаншақтық, еріншектік, бекер, мал шашпақ сияқты зиянды әдеттерді жоюға шақырады. Абай адамгершілік, әдептік нормалар жайында көптеген пікірлер қалдырды. Оның жастарға бірінші қоятын талабы мораль жағынан ұстамды, таза болу, сыпайы, мінезді, әділетшіл, шыншыл болу. Абайдың қоятын екінші талабы тұрақтылық, үшінші талабы әділетшілдік. Абай Құнанбаев 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы өмірден озды. Абай қазақ әдебиетінде сыншыл реализмнің негізін салушы. Ол ақынның азаматтық парызы шындықты бейнелеуде, қоғамдық кесірді әділет пен ақылдың билігіне жүгіндіруде деп білді. Абайдың философиялық шығармасы қара сөздер деп аталады. Арабша ғақлия, оның этикалық принципі адам бол, Абай ұлы гуманист. Абай Құнанбаев ұлы ақын, Абай Құнанбаев философ, Абай Құнанбаев аудармашы, Абай Құнанбаев табиғат лирикасы, Абай Құнанбаев махаббат лирикасы. Абай Құнанбаев атамыз композитор болған. Абай Құнанбаев атамыз қазақ, орыс және бірнеше шығыс елдерінің тілдерін білген. Әлем және орыс әдебиетін тұңғыш рет ана тілімізге аударған. 170 өлеңі, 56 аудармасы, 45 қара сөзі бар. Абай жолы 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ халқы өмірінің айнасы. Абайдан оқығаның табылады, Абайды оқымаған қағынады. Абайды оқы, ерінбе, еркелеп, Абайдан іздегенің табылады. Абай Құнанбаевтың қара сөздері дегеніміз не? Бізге жеткен қара сөздерінің қаншама. Абайдың қара сөздері ар, ұят, адамгершілік, дүниенің тылсым сырларын тану, надандық, жалқаулық, ғылым мен білім өнер, қазақтардың мінез құлқы, қазақ мақалдар, еңбек туралы қара сөздер жазылған. Абай туралы кімдер қандай сөз айтқан? Әкеміздің бір шешесінен туған Ибрахим мырза қазақ ішінде Абай деп аталады. Сол кісі мұсылманша һәм орысша, ғылымға жүйрік һәм Алланың берген ақылы да бұл қазақтан бөлек дана кісі еді деп Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыз айтады. Сөздің асыл баға жетпес, бір сөзің 1000 жыл жүрсе дәмі кетпес. Мағжан Жұмабаев атамыз. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев, онан асқан бұрынғы соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ. Ахмет Байтұрсынов атамыз. Енді кезекті оқушылардың қара сөздеріне берсек. Арал индустриалды техникалық колледжінің 99 топ білімдері қаласы Ғалымбек. Биылғы Абай Құнанбаев атамыздың 175 жылдығына орай сіздерге Абай Құнанбаев атамыздың 18-ші қара сөзін назарларыңызға айтып берсем. Адам баласына жыртықсыз кірсіз сыпайы киініп, хам ол киімін былғап, бұлжыратып, кимей таза кимек дұрыс. Ләкин өз дәулетінің артық киінбек не киімі артық болмаса да көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездік ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет-пішіні, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас-қабағы қолдан түзетіп, шынтағына көтеріп, қолын тарақтап, әуре болмақ. Біреуі атын, киімін айран ішерем деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа өзінен ілгерлерге елеулі болып, өзі қатардығының ішін күйдіріп, өзінен кейінсілерге әттен дүние ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигенім не арманы бар екен, дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақмақтық.
Мұны адам бір ойламасын, егерде бір ойласа қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенді осындай керден. Немеден безендер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы, баласынан ақыл, ғылым, әр мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демекті бәрі де ақымақтық. Қазақ құлшылығын құдайға лайық па деп мүлде қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, біз де сол секілді жүрсек дейді. Саудагер несиесін жия келді. Менің жиғаным осы, алсаң ал, әйтпесе саған болам, ол жиятын жайым жоқ дейді. Құдай тағаланы да сол саудагер сияқты қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, тәубеге келу секілді ой мүлде жоқ. Білгенім осы дейді. Қартайғанды қайдан үйренемін? Тілім жаттықпаса не қылғаным? Оқымадым демесе болды тағы. Тілімнің келмеген қайтушы едім дейді. Оның тілін өзге тілден басқаша бөлекше жаратып па?